Әрине сәлем достар. Бүгін біз осы ауылдағы орнатылған дүкендерге барайық деп жатырмыз. Ендеше кеттік дүкендерге. Міне достар, біздің ауыл аман болыңыз. Рахмет. Күнде жүріңіз, ауырмаңыз. Рахмет. Көп рахмет. Өзіңе де сантип. Мұқаш саған да сантип. Біз магазинге бара жатырмыз. Мұқаш, Мұхаммеджан. Та-дам! Бұның мағынасы жүрек шексіз. Мамамды мен шексіз жақсы көрем. Той ағаштың астында көлеңкеде тұрып Міне, бұл біздің супермаркет. Біз осының үстіне кіріп, қазір сауда жасайтын боламыз. Алып кеттік. Не аламыз ал? Жоқ қой машина алайыз. Жүріңіз бе машина? Қане? Дәу алады екен ғой біздің Мұқаш. Еркен сабағыңды 5-ке оқы, денсаулығың мықты болсын, ата-анаңның арасында күлімдеп жүр. Өскен кезінде осындай дәу магазинің болсын. Көп-көп жақсылық тілеймін. Рахмет. Альма тете, мен осындай алайыншы? Міне. Бір машина атты. Мекені көрдім. Не? Все. Кеттік ал енді. Бұрын біздің үй болған, бұл жерде қазір басқа кісілер тұрады. Қазір көте дәу, күшті, қашаларына сендай. Ақындап. Зияннан сақтан. Ішімдік ішу, нашақорлық, солардың бәрінен сақтану үшін бізге осындай плакат іліп жасап қойды. Бұл біздің мешіт, бұл жерде адамдар ақшалар жинап осы дәу әдемі мешіт жасаған. Бұл жерде намаз оқиды, Құран кітап оқиды. Ауылдың әкімшілігі бұнда әкім, дәден, қызметкерлер жұмыс істейді. Осындай жерде әдемі тумен, оның астында ауыл болғаннан кейін біздің ауылда осындай бұзаулар жүріп, ойнап, достар секілді. Қараңыздар достар, мына жерде бір күшті ешкі тауып алдық. Бірақ басы екен, бірақ қорықпайды екен. Сүзіп алады өстіп. Мұқаш бізді қорықпай онымен ойнақысы келіп тұр. Бірақ қорқады. Мұқаш деген. Мынау ауылдың алма ағашы жаңадан себілген. Осында адамдар келіп тазалап, суарып, осындай әдемі алма ағашын жасайын деп жатыр. Ана жақ вообще терең ғой, білесің ба? Білем. Күшті екен, я? Амананың ортасына не Айсұлтанның машинасы әлі тұрған шығар.
іздеп. Қош. Бұл біздің огород суаратын арық. Қараңыздар, өте күшті болып тұр. Антан қой жерге қой да қолмен көтеріп алып таста. Иә. Ананы алып таста. Біздің ауыл осындай. Мен өз ауылымды өте қатты жақсы көремін. Біздің өз ауылға баратын жерлерде әлі көп, бірақ бүгінгі біздің барғанымыз осы. Мешітті, әкімшілікті, магазиндерін бүткім сіздерге көрсетіп шықтық. Ендеше бүгінге осы жетеді.